Қалалық білім бөлімінің ғимаратында, облыс орталығында бүгін 23 кәсіпорын өкілдері қоғамдық комиссия мүшелерінің бірлесіп тұрғындарды қабылдап бүгін шықты. Солай ма, жоқ па? Нәтижесінде 324 жұмыс орны ұсынып отыр. Бүгін 465 азаматтың түйіндемесі тапсырылып, 84-і келісімдерін беріп жұмысқа кетті. Нақты жұмыстың шешімі. Әлі де ол жерде Алла қоса түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Онымен ол бітпейді, бұл басы ғана ғой. Сондықтан олар қарайды. Оның ішінде 11 адам Ақтау қаласына жұмысқа. Өткенде мен сіздерге уәде бердім. Соны мына Өзенмұнай газ компаниясы да қолдады. Қазір Ақтау қаласында 150 адамды бүгін қабылдайтын орын дайындап қойдым. 150 адамды осы бүгін түнде барам дейтін болса, 150 адамды жұмысқа сол жаққа қабылдайтын. Міне соның бүгін 11 адам Ақтауға кетті. Ол жататын орын ол жерде толықтай дайын. 150-мен ол жерде шектелмейміз. Болашақта тағы да азаматтар баратын болса, ол жерде мен алдын ала келісіп отырып 300 орындыққа шейін оны кеңейтеміз. Ақтауда қазір үлкен кәсіпорындарды осы жерге бүгін алып келдік. Қаншама Маяктан бастап осындай ірі компаниялардың бәрі келді. Ондай компанияларға тұру үшін азаматтарға да түсіндіріп айту керек. Ол жерде де мамандық керек, оқу керек болатын болса, сол жерде азаматтарды, оқиын деген азаматтарды сол жерде оқытамыз. Казазотта 5 адам, машина құрастыру заводында 1 адам, Оңдасын строй 1 адам, Ақжол құрылысы 2 адам, К7 группасы 1 адам, СМК жайсында 1 адам. Осындай мұнаға айтқан 11 адам уже кетті. 79 азамат ұсынысын беріп, олар да Ақтауға дайындалып отыр. Барам деген азаматтар міне. Кәсіпкерлікті ашу, дамыту мәселелері бойынша Жаңаөзен қалалық кәсіпкерлік ауыл шаруашылық бөлімінде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы және Нұр Капитал жобасы бойынша кеңестер берілді. Бизнесті қолдау бағдарламасына сәйкес кәсіпкерлер 100-ден астам адамды жұмысқа қабылдауға дайын, 50 адам бүгін тұрақты жұмысқа қабылданып отыр. Нақты шешім ғой. Бірге, ол менің емес, бірге біздің жасаған үлкен шешімдеріміз. Бір адам қолынан келетін шаруа емес азаматтар. Сөйтіп бүгін 183 адам жұмысқа орналасып отыр. Сіздердің комиссияларын құрылды. Бүгін мемлекеттегі, қазір мемлекеттік органдағы жұмыс орындарына байланысты полномочияның бәрін, өкілеттіктің бәрін сіздер қарап отырсыздар. Қанша бос орындар бар, жолдама берудің мәселесін. Азамай мемлекеттік органдар сіздерге көмектеседі, бірақ басқа бір әңгіме болмай, анаған таратты, мынаған таратты деген әңгіме болмас үшін құқықтың бәрі өздерінде. Екіншіден, манағы 350-ге байланысты орынның бәрі өкілеттіктері сіздерге берілді. Солай ма, жоқ па? Қарап отырсыздар. Сонымен қатар, Өзенмұнай газ компаниясының айналасындағы босаған орындарға байланысты әңгіме өте көп. Соны артық әңгіме болмас үшін сол жерден босайтын орындардың бәрін өкілеттігі сіздерге беріледі. Мен сіздердің комиссияларында заңдастыруға байланысты тапсырма бердім. Оны қазір шешім шығарылып, осы жерде азаматтардың. Оған енді тағы да қалада қоғамдық комиссия бар, ол жерде белгілі азаматтар бар. Солардан мен қатысатын шығар, солармен бірге қарап шешімді өздеріңіз шығарасыздар. Мен өткенде айттым, екі жақты болу керек, міндет. Бұл егер жетекке жүрмейтін болса, енді ашын айтқанда кеше мен даже көрдім, келген азаматтардың ішінде біразының жағдайлары тамаша, коттеджде тұратын үйлер адамдарды өздерің байқаған шығарсыңдар. Жай келіп қосылып жүрген азаматтар қаншама болды. Магазинде бар, компаниясы да бар азаматтардың да келіп айқайлап келгендерін қазір. Олардың бәрін білемін. Бірақ аттарын атамай ақ қояйын. Бірақ та жағдай төмен азаматтар да бар. Соларға көмектесеміз. Қалған жігіттер, өткенде мен келдім, аналар келіп отыр. Балама көмектес дейді. 40-тағы, 50-дегі балам дейді. Конечно, 70-дегі олар бала. Бірақ олар азамат емес пе? Олар кішкене ұмтылмай ма өмірге? Сол ұмтылған азаматтарға жұмыс жасаймын деген, алға жүрем деген азаматтардың бәрін қолдаймыз. Атак үйде отырып, кім маған келіп көмектеседі деген әңгіме азаматтар болмайды. Мен ондай өтірік әңгімені айта алмаймын. Ондайға мен қолымнан келмейтін дүниені мойныма ала алмаймын. 546 орын тұр. Онымен қатар, манағы 350 оған қосымша деп есепте. Басқа сескенімді. Мына бір жылдың аяғына шейін азаматтар, тек қана жаңа өзен бойынша 5000 жұмыс орын ашамыз. Жылдың аяғына шейін 5000 жұмыс орын ашылады бұнда. Бұл дейтін осы немен бәйдің ішінде қалмайды ғой.
бір азаматтар шығып жатады, біреу келіп жатады. Мен басқа жолдарын қазір қарап отқан жоқпыз, тағы да жұмыс орындарын қарастырып отырмыз. Бір Жаңаөзен бойынша 5000 орындар ашылады. Соны бірге жасаймыз. Мынамен ғана мына Жаңаөзен тоқтап қалмайды ғой. Облыс бойынша 36 мың жұмыс орнын ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Облыс бойынша. Сондықтан оған мына ұмтылу керек, оған бірге жүруіміз керек. Орта шағын бизнес дамыту керек, инвестиция тартып жатырмыз, қаншама компания шақырып жатырмыз.